Егер біз жаратқан иенің қандай екенін сипаттауға тырыссақ, бұл тым қиын болып көрінуі мүмкін. Киелі кітап жазбаларынан жаратқан иенің құпия сыры туралы терең ойлар табамыз. Мысалы, бірде ол Мұса пайғамбарға сөзін арнап, өз қасиеттерін былай деп сипаттады: мейірімді де қайырымды, тез қаһарланбайтын әрі өте рақымды. Құдай әрдайым сөзінде тұрады. Енді осы мәлімдемедегі қайырымды деген негізгі екінші сөзді қарастырайық. Ханун деген еврей сөзі хен деген зат есіммен түбірлес. Хен сөзі қазақшаға көбіне рақым, қайырым яки мейірім деп аударылады. Бұл сөздің киелі кітапта қалай қолданылғаны жайлы зерттегенде тамаша жайттарды кездестіреміз. Хеннің бір мағынасы рахат яки мейірімді. Забур жырларының бірінде патшаның еріндеріне хен жағылған деп жазылған. Яғни патшаның аузынан мейірімді сөз ағылып, тыңдап тұрғандардың жүрегіне рахат әкеледі. Немесе көздің жауын алатын асыл тас хені бар моншақ ретінде сипатталған. Ол тартымды да ұнамды. Сондықтан хен мейіріммен қуана берілген сый тартуды бейнелеу үшін жиі қолданылған. Мұнда жағдайларда хенді мейірім не қайырым деп те аударуға болады. Мысалы, Эстер жазбасында Эстер патшайым Парсы патшасынан өзі мен халқын өлімнен құтқаруды өтінгенде, оның хен көрсетуін сұрады. Патша Эстерді көргенде рахат сезінгендіктен, оған мейірім көрсетіп, тілегін орындады. Сонымен хен сөзі мейірім мен сый беру дегенді білдіреді. Өйткені бұл рахатқа негізделген. Хеннің ең жоғарғы түрі жомарт сыйлық алу емес, лайықты жазасын тартуы керек адамға рахым көрсету. Мысалы, ағасы Есауды алдап қашып кеткен Жақып 20 жылдан кейін еліне қайта оралып, қарым-қатынасты қалпына келтірмекші болды. Сондықтан ол Есаудың алдына келіп, маған хен көрсетсеңіз екен деп өтінді. Жақып ағасынан әділдік емес, мейірім көрсетуін өтінді. Бір таңғаларлығы, Есау інісіне мейірім танытып, тілегін орындады. Жақып лайық болмаса да, Есау оған мейірім көрсетіп, сонысынан рахат тапты. Хен жомарт рухты қажет етеді. Ол кейбір адамның бойынан табылады. Ал киелі кітаптағы бәрінен де көп хен көрсететін тұлға жаратқан ие. Мысалы, жаратқан ие израильдіктерді Мысырдағы құлдықтан құтқарғаннан кейін, олар көп ұзамай алтын жалатқан мүсінге өздерінің тәңірі ретінде табынып, жаратқан иеге опасыздық жасады. Бірақ сол кезде Мұса арашашы болып, олар лайықты болмаса да, жаратқан иенің сый тарту беруін өтінді. Жаратқан ие бұған келісіп, хеннің ең жоғарғы түрін беруге, яғни халықты кешіріп, олармен бірге жүріп жар болуға уәде етті. Құдайдың бұл қасиетінің сенімділігі соншалық, Забур жырларында адамдар ауырғанда, қауіп төнгенде немесе елдерінен айдалып құлдыққа түскенде, олар 40-тан астам рет жаратқан иенің хен көрсетуін жалынып өтінді. Киелі кітаптағы пайғамбарлар, мысалы Ишая, жаратқан иенің бұрын хен көрсеткеніне қарап, ол бір күні өз халқына хен көрсетіп, оларды да, барлық жаратылысты да өлім мен жойылудан құтқаратынын батыл жариялады. Енді Інжіл шарифтің туындыгерлеріне назар аударсақ, олар Құдайдың хен көрсетуін грекше харис сөзімен сипаттады. Бұл рақыммен берілген сый тарту дегенді білдіреді. Мысалы, Мәсіх Иса Жохан жазған ізгі хабарда былайша таныстырылған. Иса қараңғылық пен өлімнің құрсауында қалған адамдардың дүниесіне жіберілген Құдайдың керемет харисы. Себебі Паул елшінің айтуынша, адамдардың бәрі рухани өлі. Құдай адамзатты өзімшіл шешімдердің жойқын салдарына қалдырған еді. Бірақ Паул елші жазғандай, Құдай өзінің ағыл-тегіл мол рахымын көрсетіп, бізді өзінің харисімен құтқарды. Паул елші иеміз Исаның өмірі, өлімі және қайта тірілуі арқылы оған сенушілерге шынайы өмірдің сыйға берілгені туралы да жазған. Бұл өмір өлімнен құдіретті. Кез келген сыйлық сияқты, оны тек қабылдау ғана керек. Енді біз киелі кітап жазбаларының туындыгерлерінің жаратқан иенің осы қасиеті туралы неге сонша көп сипаттағанын түсіне аламыз. Адамдар өз күнәларын мойындап, жаратқан иеден хен көрсетуін өтінуге дайын болғанда, ол әрдайым жомарттықпен жауап береді. Осылайша жаратқан ие адамға мәңгілік өмір мен сүйіспеншілік сыйлайды. Құдайдың рақымды да мейірімді екендігінің мағынасы осы.